Сәлем достар, бүгін сіздерге осы керемет үй жағдайында әр үйден табылатын осы 4 затпен маска жасау жолын көрсететін боламын. Бұл маска бетімізді ағартып, беттегі қарадақтар мен секпілдерді кетіруге өте пайдасы бар маска. Бұл масканы әдетте Корей қыздары жиі қолданады. Ол үшін бізге осындай таза ыдысқа бір ас қасық ұнымызды саламыз. Және жарты шай қасық сода, 2 ас қасық қаймағымызды және 2-3 тамшы уксус салып жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде менің қасығым кішкентай болғандықтан мен бұл жерге 2 қасық сметана саламын. Осылай барлығын салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Бізде осылай қаймағымыз, ұнымыз, содамыз осылай көбіктенеді. Үшеуін қосқаннан кейін соданы білесіздер, көбіне тіс ағартқанға, ағартатын заттарға пайдаланамыз, иә. Бұның соданың ағартатын қасиеті бар. Міне осындай бізде пена пайда болады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді бұның үстіне қазір уксусымызды құятын боламын. Мен осылай қасыққа құйып аламын, потому что көп құйылып кетпеу үшін шприспен сорып 3-4 тамшыдай саламын. Бұл дұрыс жетеді. Енді осыны араластырғанда уксус құйылғаннан кейін бұл және де көпіреді осылай. Көріп тұрсыздар ма? Бұл масканы бетімізге жақпастан бұрын қолымызға немесе мойнымызға жағып бір 5-6 минуттай қоя тұрамыз. Өйткені кейбіреулерде уксустан аллергия болуы мүмкін. Сол үшін алдын ала бетімізге или қолымыздың іш жағына жағып көріп аламыз. Егер сізде аллергия болса, уксустан жақпауды ұсынамын. Міне осындай әппақ пена шықты. Бұл масканы бетімізге 10-15 минут ұстаймыз, одан артық ұстауға болмайды. 10-15 минуттан кейін бетімізді жылы сумен шайып тастаймыз. Керемет үй жағдайында барлығымыздың ас үйімізден табылатын заттармен керемет маска. Бетіңіз әп-әдемі жылтырлап, әдемі болып қалады. Қолданып көріңіздер. Егер видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Сау болыңыздар.